Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 5-ші сабағымызды бастаймыз. Көп таңбалы сандар мен арифметикалық амалдар орындау. Көп таңбалы сандар мен арифметикалық амалдар орындауды үйренесің. Бірінші есеп: кестені оқып, сандарды дөңгелекте. А нұсқасы: миллионға дейін. Мысалы қараңыздар, бізде сандар берілген, барлығын жазып қоямыз. Енді олардың барлығын миллионға дейін дөңгелектеуіміз керек. Қараңыздар. Ол үшін мінекей, әрқайсысында миллион разрядын біздер асын сызып қойдық. Енді қараңыздар. Мысалы 4 болатын болса, оған ұпай қосылмайды. Сол 5 күйінде қала береді, 5 миллион болып қалады. Келесі: 8 саны болса, онда 1 ұпай қосылады, 2 емес 3 болады, сонда 3 миллион болады. Келесі: 6 болатын болса, оған 1 ұпай қосылады, 2 емес 3 болады, 3 миллион болады. Одан кейін 6 болса, жаңа 1 ұпай қосылады, 5 емес 6 болады, 6 миллион шығады. 8 болатын болса, 1 ұпай қосылады, 2-ге 1 қосқанда 3 болады, 3 миллион болады. Келесі: 7 болатын болса, 1 ұпай қосылады, 2-ге 1 қосқанда 3 болады, 3 миллион болады. А нұсқасы: жүздік мыңға дейін. Жүздік мыңдардың астын сызып қоямыз. Қараңыздар, мысалы 5 болса, ұпай қосылады, 4-ге 1 қосқанда 5 шығады, 5 миллион 500 мың. Келесі: 0 болса, ешнәрсе қосылмайды, олай болса 8 болып қала береді, сонда 2 миллион 800 мың болады. Келесі: 5 болатын болса, 1 ұпай қосылады, 6-ға 1 қосқанда 7 болады, сонда 2 миллион 700 мың болады. Келесі: 2 болса, оған ұпай қосылмайды, 5 миллион 600 мың болады. Одан кейін 8 болса, 1 ұпай қосылады, 8-ге 1 қосқанда 9 болады, 2 миллион 900 мың болады. Және 3 болған кезде ұпай қосылмайды, 2 миллион 700 мың болады. Бұл нұсқасы ондық мыңға дейін. Біздер ондық мыңдардың астарын сызып қоямыз. Енді қараңыздар, мысалы 9 болса, 1 ұпай қосылатын болса, 5 емес 6 болады мына жерде. 5 миллион 460 мың шығады. Келесі: 0 болса, ұпай қосылмайды. Қараңыздар. Олай болатын болса, 8 түрінде қала береді. Ол бізде 2 миллион 800 мың. Келесі: бізде 5 болатын болса, оған ұпай қосылады, 5 емес 6 болады, 2 миллион 660 мың болады. Одан кейін 3 болатын болса, қосылмайды, 5 миллион 620 мың болады. 9 болатын болса, 1 ұпай қосылады, 2 миллион 890 мың шығады. Және 4 болатын болса, ұпай қосылмайды, 2 миллион 730 мың болады. Келесі: екінші есеп: А нұсқасы. Сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. 52.369 тең болады 50.000 қосылған 2.000 қосылған 300 қосылған 60 қосылған 9. Келесі: 125.500. Ол бізде 100.000 қосылған 20.000 қосылған 5.000 қосылған 500. Келесі: 409.210. 400.000 қосылған 9.000 қосылған 200 қосылған 10. Келесі: 14.003. 10.000 қосылған 4.000 қосылған 3. Келесі: 200.025. 200.000 қосылған 100 қосылған 20 қосылған 5. Және 865.007. Ол бізде 800.000, 60.000, 5.000 қосылған 7. Келесі: 11.123. Оны біздер 10.000 қосылған 1000 қосылған 100 қосылған 20 қосылған 3 деп жазамыз. Немесе басқаша айтатын болсақ, 120.329 дегенде біздер 100 мыңдық, 20 мыңдық және 3 жүздік, 2 ондық, 9 бірлік деп жазамыз. Келесі: 100.365. 100 мыңдық, 3 жүздік, 6 ондық, 5 бірлік. 405.102. 400 мыңдық, 5 мың, 400 мыңдық, 5 мыңдық, 100, 1 жүздік және 2 бірлік. 235.140. 200 мыңдық, 30 мыңдық, 5 мыңдық, 1 жүздік және 4 ондық. 180.180. 100 мыңдық, 80 мыңдық, 1 жүздік, 8 ондық. А нұсқасы. Берілген сандардан бірге артық және бірге кем сандарды ата дейді. Бірге артық болатын болса, 52.369-ға 1 қосқанда 52.370 болады. 25.500-ге 1 қосқанда 25.501 болады. 409.210-ға 1 қосқанда 409.211 болады. 14.003-ге 1 қосқанда 14.004 болады. 200.025-ге 1 қосқанда 200.026 болады. 865.007-ге 1 қосқанда 865.008 болады. 11.023-ге 1 қосқанда 11.024 болады. 120.329-ға 1 қосқанда 120.330 болады. 100.365-ге 1 қосқанда 100.366 болады. Енді бірге кемітейік. 405.102 қосылған 1, ол бізде 405.103 болады. 235.140-қа 1 қосқанда 235.141 шығады. 180.180-ге 1 қосқанда 180.181 шығады.
Енді біздер бірге кем сандарды атайық. 52.369-дан 1 азайтамыз, 52.368, 25.500 азайтылған 1, ол бізде 25.499, 409.210 азайтылған 1, 409.209, 14.003-тен 1 азайтқанда 14.002 болады, 200.025-тен 1 азайтқанда 200.124 болады. Одан кейін 865.007-ден 1 азайтқанда 865.006 болады, 11.123-тен 1 азайтқанда 11.122 шығады, 120.329-дан 1 азайтқанда 120.328 шығады, 100.365-тен 1 азайтқанда 100.364 шығады, 405.102-ден 1 азайтқанда 405.101 болады, 235.140-тан 1 азайтқанда 235.139 шығады, және 180.180-ден 1 азайтқанда 180.179 болады. Үшінші есеп. Есептеуді қалай орындау керектігін түсіндір. Есепте 8 азайтылған 3 5-ке дейін болады. 8.000-нан 3.000 азайтқанда 5.000 болады. 60 қосылған 20 80 болады. 60.000-ға 20.000 қосқанда 80.000 шығады. 900 азайтылған 400 500 болады. 900.000-нан 400.000 азайтқанда 500.000 шығады. Келесі 9 бірлік азайтылған 4 бірлік, ол 5 бірлік болады. 9 мыңдық азайтылған 4 мыңдық 5 мыңдық болады. 700-дік азайтылған 600-дік 100-дік болады. 700-дік мың азайтылған 600-дік мың, ол бізде 100-дік мың болады. 5 ондыққа 2 ондық қосқанда 7 ондық шығады. 5 ондық мыңға 2 ондық мыңды қосқанда 7 ондық мың шығады. Келесі ән нұсқасы 300 қосылған 50 қосылған 9, 359 болады. 359-дан 9 азайтқан кезде 350 шығады. 359-дан 50 азайтқанда 309 болады. 359-дан 300 азайтқанда 59 болады. 359-дан 359 азайтқанда 0 шығады. Келесі 3000 қосылған 500 қосылған 90 қосылған 4, бізде 3594 болады. 3594-тен 4 азайтқанда 3590 болады. 3594-тен 90 азайтқанда 3504 болады. 3594-тен 500 азайтқан кезде 3094 шығады. 3594-тен 3594 азайтқанда 0 шығады. Төртінші есеп. Қазақстан туралы мәліметтерді бірлік мыңға дейін дөңгелектеп көшіріп жаз. Қазақстан жер аумағы. Ол бізде мысалы 2.724.900. Оны біздер бірлік мыңға дейін дөңгелектеуіміз керек. Бірлік мыңның астына сызып қоямыз. 9 болатын болса 1 ұпай қосылады. 4-ке 1 қосқанда 5 шығады. Сонда 2.725.000 шығады. Келесі 18.395.567 болады. Саны берілген. Ол жерде 5 саны болатын болса 1 ұпай қосылады. 5-ке 1 қосқанда 6 болады. Сонда 18.396.000 шығады. Келесі 371.000. Қараңыздар, 0 болатын болса, мына жерде ешқандай ұпай қосылмайды, 371.000 болып қала береді. Келесі 8.303, бізде 3 болатын болса, 1 ұпай ешқандай қосылмайды, 8.000 болып қала береді. 16.400, 4 болатын болса, қосылмайды, 16 болып қала береді. Және 0 болатын болса, ешқандай ешнәрсе қосылмайды, 428.000 болып қалады. Келесі 5-ші есепте 87.900 азайтылған 3.000 азайтылған 500, ол бізде 84.400 болады. 26.987-тен 20.000 азайтамыз алдымен. Ол бізде 106.987 болады. Одан 80 азайтқанда 106.907 шығады. 480.000-ға 900-ді қосамыз, оған 2.000-ді қосамыз. Ол бізде 482.900 болады. 320.000-ға 4 миллионды қосамыз. Ол бізде 4.320.000 болады. Оған 60.000-ді қосқанда 4.380.000 шығады. Бізде 7.480.000-нан 5 миллион азайтамыз. Одан 400.000 азайтамыз. Сонда бізде шығады 2.080.000. Және бізде қандай сан бар? 56.700.000 азайтылған 6 миллион азайтылған 300.000. Ол бізде 50.400.000 шығады. 6-шы есеп теңдеулерді шеш. 18.000 қосылған 300 қосылған x тең 20.000. 18.000-ға 300 қосқанда 18.300 болады, қосылған x тең 20.000. X табу үшін 20.000-нан 18.300 азайтамыз, ол бізде 1700 болады. X-ның орнына 1700-ді қоямыз, барлығын қосқан кезде 20.000-ға тең болады. 75.900 азайтылған y тең болады 45.000 қосылған 5.000. 45.000-ға 5.000-ді қосқанда 20.000 шығады. Y табу үшін 75.900-ден 20.000 азайтамыз, ол бізде 25.900 болады. Y-ның орнына 25.900-ді қоямыз, азайтқан кезде 20.000-ға тең болады. 7-ші есеп, есепте. Топ ішінде кім жылдам есептейді? Мына бағандардың құрылу заңдылығын тап. Өзің осындай мысалдар бағаны ойластырып, қайтадан есепте. 25-ке 5 қосқанда 130 болады. 1250-ге 50 қосқанда 1300 болады. 12.500-ге 500 қосқанда 13.000 болады. 25.000-ға 5.000 қосқанда 130.000 болады. 25.000-ға
елу мыңды қосқанда 175 мың шығады. Келесі 155.555 азайтылған 5 ол бізде 155.550 болады. 155.555 азайтылған 50 ол бізде 155.505 шығады. 155.555 азайтылған 500 ол бізде 155.055 болады. 155.555 азайтылған 5000 ол бізде 150.555 шығады. Және 155.555-тен 50 мың азайтқанда 105.555 шығады. 8-ші есеп сандарды оқы, заңдылықты анықта. Заңдылықты жалғастыр, тағы 3 сан жаз. 120 мың 21, 230 мың 32, 340 мың 43, одан кейін 450 мың 54. Біздер жалғастырамыз, қараңыздар. 1, 2, 2, 1. Ортасында 2 нөл бар, қараңыздар. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. Көрдіңіз ба? Керісінше жазамыз, мысалы. Ортасына 2 нөл қояйық, мысалы. Одан кейін, мысалы, 12 десе 21 деп жазылған, 23 болса 32 деп жазылған, 34 болса 43 деп жазылған, 45 болса 54 деп жазылған, 56 болса 65 деп жазылған, 67 болса 76 деп жазылған. Осылай да анықтау болады, мысалы, көзбен анықтау болады. Немесе нақтырақ айтатын болсақ, қараңыздар, былай істейміз. Мына 230 мың 32-ден 120 мың 21-ді азайтамыз. Ол бізде 110 мың 11 болады. Келесі 340 мың 43-тен 230 мың 32-ді азайтамыз. Ол тағы да 110 мың 11 шығады. Байқап отырғанымыздай, біздің келесі санымыз 110 мың 11-ге артып отырады екен. Сондықтан да келесі сандарды табу үшін біздер 110 мың 11-ді қосамыз. 340 мың 43-ке 110 мың 11-ді қосқан кезде 450 мың 54 шығады. 450 мың 54-ке 110 мың 11-ді қосқанда 560 мың 65 шығады. Және 560 мың 65-ке 110 мың 11-ді қосқанда 670 мың 76 шығады. 9-ші есеп. Тектері бойынша кесте құр және таудың ең биік нүктелерін өсу ретінде қарай орналастыр. Берген сұрақтарды пайдаланып есептер құрастыр. Нешеге биік, нешеге аласа деген сияқты да. Қараңыздар, мысалы, біз кесте құрастырамыз. Мұзтау шыны 4506 метр, Абай шыны 4511 метр, Талғар шыны 4973 метр, Ақмешіт шыны 1131 метр, Хан Тәңірі шыны 6995 метр, және Жеңіс шыны 7439 метр. Енді оларды біздер өсу реті бойынша жазамыз, мінекей жазып шықтық. Енді біздер есеп құрастырамыз. Мұзтау шыны Ақмешіт шынынан нешеге биік дейді. Мұзтау шыны 4506 метр, Ақмешіт шыны 1131 метр. Оларды бірімен салыстырып, қанша биік екенін табуымыз керек. Азайтқан кезде 3375 шығады. Жауабы Мұзтау шыны Ақмешіт шынынан 3375 метрге биік. Келесі. Мұзтау шыны Талғар шынынан нешеге аласа. Мұзтау шыны 4506 метр, Талғар шыны 4973 метр, бір-бірін салыстырып, қанша аласа екенін табуымыз керек. Сонда 4973-тен 4506 азайтқанда 467 шығады. Жауабы Мұзтау шыны Талғар шынынан 467 метрге аласа. 10-ші есеп, есепте дұрыстығын тексер. 900 мыңнан 600 мың азайтқанда 300 мың шығады. 58 мыңнан 45 мың азайтқанда 13 мың болады. 25 мыңнан 20 мың азайтқанда 105 мың шығады. Одан кейін 125 миллионнан біздер 20 миллион азайтамыз, ол бізде 105 миллион шығады. Одан кейін 290 мыңға біздер 310 миллионды қосқан кезде 310 миллион 290 мың шығады. Келесі 45 миллионнан біздер 11 миллион азайтамыз, ол бізде 34 миллион шығады. Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сізбен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.